Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін біз қорқынышты анимация біреу менің шкафымда бар деген анимация ал біз видеомызға кеттік. Біз жаңа үйге көштік. Мен өз бөлімім ұнайды. Оның ішінде барлық заттары бар. Шкафтың бәрі, телевизор, төсек бәрі бар. Мен ұйықтап жатқан кезде бір шкафымда бір сыбдыр дауысы естілді. Мен одан қорыққан жоқпын. Ұйықтай салдым. Өйткені таңертең ерте тұрушы едім. Көп сағаттан кейін таң атты. Мен тұрып жыламағым жедім. Бөлмеме барып сабағымды дайындады. Ол кезде біреу маған қарап тұрды. Мен өте қатты қорықтым. Мен ол сен кімсің деп жауап бердім. Ол маған тым сөз бермей қашып кетті. Мен түк түсінбедім. Маған бәрібір болды. Мен тағы ұйықтап жатып едім. Мен досыммен сөйлесіп жатқанда біреу әйнекті бух деп, біреу әйнекті ұрды. Мен оған қараған кезде ол кешегі кісі болды. Саған тәттілер керек пе дегенде керек пе деді. Ендеше есік алдына бар. Мен саған кәмпит беремін деді. Мен қорықтым. Ол есік алдына тура жүгіріп барды. Ол кезде ол қателесті. Ол жерде менің әкем жұмысқа бара жатқан еді. Әкем оған сен не істеп жүрсің? Кет менің үйім алдынан деді. Тек ол кетіп қалды. Ол менің бөлмеме келді деді. Әйнегіме келді қақты. Ол полицияға звондап менің түрімнен қорықпай, ол ертең камера қоямын деді. Мен отырдым. Бөлмеме барып қайтадан отырдым. Мен қорықтым және де ойладым. Ол қалай менің әйнегіме келді? Ол қандай кісі деп мен ойландым. Мен әйнекке қарадым. Мен тағы ұйықтап жатқан кезде тағы да сыбдыр естілді. Ол және пышақтікі болды. Мен тағы ұйықтадым. Ол кезде ол пышақтың дауысы болды. Бірау шкафты сүзіп жатты. Мен қорықтым да ұйықтай бердім. Мен және тұрып кеттім де ата-анам бөлмесіне кіріп, оны кілттеп алдым. Ол менің бөлмемде біреу жүр дедім. Есікті ол 911-ге звондады. Ол келді. Есікті аш қане, мен сені өлтірмеймін, ата-анаңды теспеймін, бірақ сен ата-анаң өлгенін көреді деді. Мен қорықтым. Өте сәл болғасын полициялар келді. Ол есікті ашып да қолыңызды көтеріңіз, сіз түрмеге ұсталасыз деді. Пышағын тастады да оны алып кетті. Біз қорықтық. Менің бөлмемде шкаф арсы отырғаны тама болды. Ол психологиясы көп адам және ауыр. Ол түрмеден қашып бәрін пышақтаған болатын. Және түрмеден қашып кетті. Бүкіл жерге камера қойып тастады және сыртына да. Мен ұйықтап жаттым. Ол қалай менің үйіме кіріп кеткенін мен білмеймін. Ол мені өлтірді. Ол төсек астында деп ойландым. Ол және әйнектен қалай кіреді? Әйнектен шкафта қалай шықты және әйнекті қалай ашты деп ойландым. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан. Бәріңізге пока-пока. Лайк басыңыздар.